Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін мохито дайындаймыз. Дәл ресторандағыдай болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалаймыз. Достар, ең алдымен бізге осындай сарыағаш, құлпынай дәмі бар сироп керек, мята, апельсин, лимон және лайм керек. 3 тілімін апельсинді осылай турап графинге салып шықтым, және лимонның жартысын графинге салдым, яғни ащы дәм бермес үшін. Одан кейін лаймды осылай домалақтап турап 2 тілімін салдым. Одан кейін мятаны осылай шөптерінен ажыратып, тек жапырақтарын салып шықтым. Одан соң достар, салқын сарыағашты осылай графинге толтырып құйып шығамыз. Одан соң сиропты 5 ас қасықтай сіздер құйсаңыздар болады. Менде соңғысы қалғаннан кейін барлығын құйып шықтым. Одан кейін осылай қасықпен жақсылап араластырамыз. Достар, міне көріп отырғандарыңыздай осындай құлпынай түстес мохито шығады. Дәмі өте керемет. Рахмет сіздерге.